15-ші сабақтың тест тапсырмалары. Бірінші тапсырмада төмендегі фигура тең қабырғалы үшбұрыштардан құралған дейді. Bir үшбұрыштың қабырғасы 6 болса, яғни мына жердің 6 болса дейді. Берілген фигураның периметрін табыңыз дейді. Яғни бұлардың барлығы тең қабырғалы екен. Мына жерде 6, мына жерде 6, 6, 6, 6, 6, барлығы 6 деген сөз. Неше дана қабырға бар, соны анықтауымыз керек. Сол қабырғаға көбейтеміз 6-ны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6-дан 9-ы бар екен. Демек ол 54 деген сөз. Периметр деген барлығын қабырғаларын қосып шығу керек қой. 54 А нұсқасында екен. Түсінікті, келесі екінші есеп. Бұл жерде берілген фигураның толық бетінің ауданын анықтаңыз дейді. Толық бетінің ауданын есептеу үшін әр бетін есептеп шығу керек. Мынау 6-да 5 екен. Демек мына жер 30 шығады деген сөз. Оның қарама-қарсы бетінде де 30 бар деген сөз. Мына жері 5 екен, асты 6 екен. Мына жері ғой бұл. Бұл жерде де 30 бар. Бұлайынан да 30. Төрт жағынан да 30, ал асты мен үстінде 36 болады. Сонда 30 көбейген 4 қосылған. Мына негізі, яғни асты мен үст жағы. Көріп тұрсыздар ғой, осы жерде мына жерде айтып тұр 6, мына жерде де 6 деп тұр. Демек мына жерде 6 болады, мына жерде де 6 болады, дұрыс па? Сонда мына астындағы төрт бұрыштың ауданы 36 болады, сосын үстінікі 36 болады. Қалған барлығы 30 шықты. Енді осы 2 дана 36-ны жазамыз. 36 көбейген 2 деп жазасам, 120 болады. Қосылған 72 болады. Сонда 192 сантиметр болады. Толық ауданы. Түсінікті, толық ауданы десе, сыртындағы барлық қабырғалардың ауданын есептеп қосып шығамыз деген сөз. Берілген фигураның толық бетінің ауданын табыңыз дейді. Толық бетінің ауданын табу үшін биіктігі 4-ке тең екен. Мына жер 4. 4-ті 5-ке көбейтеміз. 20. Дәл осы. Мына жерде 20 болса, демек мына жақта да 20 бар деген сөз. Қарама-қарсы бетінде. Қосылған. Мына жер 8, бойы, ұзындығы 8, бойы 4 екен. Бұл 32 болады аудан мына жерден. Дәл соның мына арт жағы да 32 болады. Арт жағы. Үст емес, арт жағы да. Төменгі жағы. 32. Қосылған. Енді үст жағын есептейміз. 8-де бұлайына 5 екен. Мына жерге 5 болып түседі. 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады. Асты мен үсті 40 екен. Мына жері 40, мына жері 40 екен. Екеуі тең болады ғой. 40. Тең. Мына екеуі 40-ты береді. Мына екеуі 64, 104-ті береді. 80, 184 болады. 184. Міне А нұсқасында берілген екен. Келесі есеп. Берілген фигураның көлемін анықтаңыз дейді. Көлемді анықтау үшін, яғни өлшемді көбейтіп шығатын едік. Бойы, ені, ұзындығы. 6, 6, 5 деген сөз. Яғни мынау ені, мынау ұзындығы, мынау бойы болып тұр ғой. 6 көбейген 5. 36-ны 5-ке көбейтсек 150, 180 сантиметр куб болады да. Түсінікті, келесі 180 А нұсқасында берілген міне. А нұсқасында көрсетіліп тұр. Келесі берілген фигураның көлемін есептеңіз дейді. Бұл жерде де көлемін сұраған. 3 өлшемді көбейтеміз бұл жерде де. Сонда 5 көбейген В тең 5 көбейген 8 көбейген 4. 20, 8-ге көбейтсек 160. Міне ол. 160 екен. Келесі берілген фигура неше шаршыдан құралған дейді. Санап шығамыз. Неше шаршыдан құралған? Негізі бұлайынан еніне 2 қатар екен. Тігінен қанша шаршы бар, соны санаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тігінен 7 екен. Енді бұлайынан қанша бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұлайынан да 7 екен. 7, 2 көбейген 7. Яғни 7-ні 7-ге көбейтем, 49 шығады мына жерден. Дәл осындай 2 қатар екен. 49-ды 2-ге көбейтсек 98 шығады. Яғни Д нұсқасы екен. Келесі
келесі есеп. Берілген фигураның көлемін анықтаңыз дейді. Көлемін анықтауымыз керек екен. Көлемін анықтау үшін не істейміз? Мына жерден қиып алайық. Келісесіздер ғой, былайынан қиып, мына жағын бір бөлек, ар жағын бір бөлек есептейміз. Түсінікті ғой. Бойы 3, ұзындығы 7, ені 4 см болады. Бер жақтағы мынау фигураның былай бір фигура қарастырамыз да сонда. Түсінікті ғой. Сонда бұл үстіндегісін бөлек қарастырып аламын. 3 көбейген 7 көбейген 4. 12, 70, 84. 84 сантиметр квадрат куб болады. Енді мына жерін есептейміз. Қанша болатынын осы жақтан шығарып алуымыз керек. Былайынан 8 метр екен. Көріп тұрсыздар ғой, мына ұзын жағы 8 екен. Мына жер 4 болса, демек мына жерде 4 болады мына жерге дейін. Бұл жер 4 болса, демек мына жерде 4 болады. Яғни екеуін қосқанда 8 болу керек, мынау 1 бүтін болғанда. Демек мына жерде 4, бұл 4 болса, мына жерде 4 болады. Бұл 4 екен. Бойы мына жерде 3 екен. Ал мына жері 1 сантиметр екен. Бойы 1 сантиметр, ұзындығы мына жағы ені 4 екен. Мынау 7 болса, мына жерде 7 болады деген сөз. Дұрыс қой? Сонда y2 тең 7 көбейген 4 көбейген 1 болды. Яғни 3 өлшемді көбейттік. 7, 4, мынау 1. 28 шықты. Енді 84-ке 28-ді қосамыз. 84 қосылған 28. 112 сантиметр куб шығады. 112 сантиметр куб. Яғни бұл жерде жауабы д нұсқасы екен. Д. Түсінікті ғой? 112 сантиметр куб. Келесі есеп. Кезектегі есебіміз. Келесі бір шаршының көлемі 1 сантиметр куб болса, берілген фигураның көлемін анықтаңыз дейді. Ал бір шаршының көлемі осындай екен. Неше шаршы бар екен санап аламыз? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Демек үстінде 12 бар. Bir қатарда 12 шаршы бар екен. Сондайдан неше қатар бар? 1, 2, 3, 4 қатар бар. Көбейтеміз 4-ке тең 48 қатар бар. Демек 48-ді көбейтеміз 1 сантиметр кубқа, сонда шығады 48 сантиметр куб. Демек жалпы 48 шаршы бар. Әрбіреуі 1 сантиметрден болғанда 48 сантиметр куб болады екен. Келесі есеп. Берілген фигураны толықтыру үшін тағы неше шаршы қажет дейді. Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек 35 таны шаршы керек екен бір қатар толтыру үшін. Дәл осылай екі қатар толтыру керек. Мынау қатар мен мынау қатарды. Сонда 35-ті 2 көбейтеміз. 70 болады. Енді 70-тен мына екеуін азайтып тастаймыз. Мынау біреу мен мынау екеуін. Сонда бізге 68 дана шаршы қажет болады оны толтыру үшін. Түсінікті ғой? Келесі есеп. Берілген фигураны құрастырып тұрған шаршының біреуінің көлемі 1 сантиметр куб болса, осы фигураның көлеміні анықтаңыз дейді. Яғни жалпы мына тұрған фигураның көлемін анықтауымыз керек. Есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынау 5, мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ні 5-ге көбейтеміз. Және оған қосамыз. 1, 2 шаршы бар ғой мына жерде. 35-ке 2-ні қостық. 37. Bir шаршының көлемі 1 сантиметр куб болса, демек 37-ні 1 сантиметр кубқа көбейтеміз. Сонда 37 сантиметр куб деген жауап алынады. Ол яғни С нұсқасында берілген екен.